Ассалаумағалейкум достар, сіздермен каналда Серик KZ Channel. Бүгінгі видеода өте қызықты болып шықты. Кәнекей, осы видеода активностьті көрсетіп тастайық. Каналдағы подписчиктер санын арттырып жіберейік достар. Каналда 500 немесе 1000 немесе даже 10 000 подписчикқа дейін жеткізіп тастайық достар. Активті көтерейік. Біз онда видеоны көп созбай бастаймыз. Кеттік. Айтқан жоспарымды түсіндің бе? Иә, барлығын түсіндім. Менің жоспарым бойынша жұмыс жаса. Барлығын өлтіруіміз керек. Құп болады. Сіздің айтқаныңыздай істейтін боламын барлығын. Ай жарайсың. Әлемді жаулап болған соң біз екеуміз бай боламыз. Өте бай боламыз. Иә, біз екеуміз бай боламыз. Ол үшін менің айтқандарымды бұлжытпай орындап, барлығын ешкімді аямай түгелімен құруың керек. Жарай ма? Түсінікті ма? Иә, барлығы түсінікті. Армысыңдар сарбаздарым. Біз бүкіл әлемді жаулауға тиісті екенімізді өздерің де білесіңдер. Өйткені жарты әлемді құтқарушыларды біз өлтіріп болдық. Енді біздің басты миссия қалған әлемді құтқарушыларды өлтіру. Біз барлығын өлтіруіміз тиіс. Барлығына сазайын беруіміз керек. Алға! Өздерің байқап тұрғандай олардың күші өте мықты екен. Біз оларға қарсыласа аламыз ба, оны білмеймін. Бірақ та олар біздің жарты мықты әскерімізді қырып тастады. Ендігі қалған мықты адамдар сендер ғана. Сендердің арқаларыңда біз әлемді құтқара аламыз. Бұлай ол мүмкін емес. Өйткені сендердің өте күшті қуаттарың бар. Ал олар болса өте көп. Олар алдарындағы ешкімді аямайды, барлығын қырып жоюдан басқа дым білмейді. Бұл соғысқа барлығымыз бірге дайын болуымыз керек. Өйткені оларды жеңу жалғыз маған ғана емес, сендер үшін де пайдалы. Өйткені сендер маған көмектессеңдер, бүкіл әлем құтқарылады. Және сонымен қатар мен әлемді басқара аламын. Сөйтіп, әлемді бейбітшілік әлемі қыла алатын боламын. Ал сендердің ойларыңа келетін болсам, әрине білем, мені сендер алаяқ деп ойлап тұрсыңдар. Бірақ та мен сендердің қамдарыңды ойлап тұрмын. Сол себепті сендерге көмекшілерді шақырдым. Энджуа Алласо. Біздің тілді сендер түсінбеген боларсыңдар. Өйткені біздің тілді түсіну өте қиын. Иә, біздің тіл деген ол қиын тіл. Және сендерге көмектесеміз деп шештік әлемді құтқаруға. Олар өте күшті болып бара жатқан сияқты. Сенің маған көмегің керек. Әйтпесе мені Басеке өлтіреді. Сен маған біраз ақыл кеңесті беретін болсаң, біз екеуміз де әлемді жаулап, кейіннен Басекені өлтіре аламыз. Басекеңді өлтіруді білмеймін, бірақ мен әлемді жауласам, мен өзім әлемді еншігіме алам. Олай болса, біз екеуміз келісейік. Келіскенімізді ешкім біліп қоймасын. Әрине, ешкім біліп қоймайтын шығар деген ойдамын. Өйткені бізді бұяқта ешкім көрмейді. Алайда, біреу естіп қоюы мүмкін. Сақ болғанымыз жөн. Әйтпесе, бізді Басекеміз өлтіреді. Түсінікті ме? Ай, ұстадым сендерді.